Данада табаны 15,6 см және 7,2 см болатын тіктөрт бұрышты призма пішіндегі аквариум бар. Аквариумға тастар салған кезде ондағы судың биіктігі 6,4 см болды. Ал тастарды аквариумнан алып тастаған кезде су биіктігі 5,9 см-ге түсті. Тастар ығыстырған судың көлемі қандай? Бізде фигурамыз тіктөрт бұрышты призма пішіндегі аквариум. Сол фигурамыз салып алайық. Міне тіктөрт бұрышты призманы салдық. Шынымен бізде аквариум осындай. Қарасақ, табаны тік төрт бұрыш және табанының өлшемдері берілген. Осы ұзындығын 15,6 см дейін, ал енін 7,2 см дейін. Аквариумға тастар салған кезде ондағы судың биіктігі 6,4 см болды. Демек, ішінде су бар, соның биіктігін көрсетіп тұр. Міне, осылайынан көрсетсек болады оны. Міне су осы жерге дейін көтеріліп тұр делік. Судың биіктігі берілген. 6,4 см-ге көтеріліп тұр. Тастарды аквариумнан алып тастаған кезде су биіктігі 5,9 см-ге түсті. Яғни түсті десе астында жатады, Міне су Міне түскенде биіктігі 5,9 см-ге түскен. 6,4 см еді, бұл түсті 5,9 см-ге. Яғни айырмашылық 0,5 см болып тұр. Тастар болған деген аквариумның астында міне осындай майда тастар болған. Осы тастар болған кезде сәйкесінше су биіктігі жоғарырақ тұрады. Ал мына тастарды алып тастасақ, су биіктігі төмендейді. Сәйкесінше төмендеп 5,9 см-ге түскен. Жалпы бізге нені анықтау керек? Бізге тастар ығыстырған судың көлемі қандай деген. Яғни тастар ығыстырған судың көлемін табу керек. Алдымен біз тастар ығыстырған дегенді жақсылап түсіну керекпіз. Тастар ығыстырған су десек, демек мына жақта су, барлық су, мынау тастар алғаннан кейінгі су, демек тастар ығыстырған су мына аралық болады. Осы фигураны көрсетейін мына жерге. Міне осы кездегі судың көлемін табу қажет. Қарасақ, бұл фигурада бізде тіктөрт бұрышты призма болады. Өлшемдерін жазсақ, ұзындығы 15,6 см, ені 7,2 см. Енді мына биіктігі. Бұны біз тауып қойғанбыз. Екі су биіктігінің айырмашылығы. Демек, мына жерге биіктігіне 0,5 см дейміз. Біз білетін өлшемдерін жазып қойдық. Енді осы фигураның көлемін табу қажет. Жалпы тіктөрт бұрышты призманың көлемін табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейту қажет. Көлем тең, ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. Ұзындығы 15,6 см. Көбейтеміз еніне, ені 7,2. Көбейтеміз биіктігін, биіктігі 0,5. Алдымен мына екеуін көбейтейік. Жалпы 0,5 ол жарты дегенді білдіреді. Сонда 7,2-ның жартысы ол 3,6. 3,6-ны 15,6-ға көбейтеміз. Мына жерге есептеп жіберейік. 15,6 көбейтеміз 3,6. Алдымен үтірлері жоқ деп, яғни үтірлеріне қарамай есептеп аламыз. 6 көбейту 6, 36, 6-сын жазамын 3 ойда.
6 бесім 30, ойдағы мен 33. Үшін жазамын, үші ойда. 6 бірім 6, ойдағы мен 9. Ары қарай 6 үшім 18, 8-ін жазамын, бірі ойда. 5 үшім 15, ойдағы бір мен 16, 6-сын жазамын, бірі ойда. 3 бірім 3, ойдағы бір мен 4. Енді бұларды қосамыз. 6 өзі түседі. 8-ге 3-ті қоссақ 11, бірін жазамын, бірі ойда. 9-ға 6-ны қоссақ 15, ойдағы бір мен 16, 6-сын жазамын, бірі ойда. 4, ойдағы бір мен 5. Енді үтіріне қараймыз. Бізде үтірден соң, міне, бір орын, 2 орын. Демек, міне, осы жерге үтір қоямыз. Сонда көлемі 56 бүтін 100-ден 16 сантиметр куб. Себебі үшеуінде де сантиметр, 3 сантиметр көбейтсек, бұл сантиметр кубты береді. Демек, мына жерге де сантиметр куб деп көрсету керек. Сонымен, тастар ығыстырған судың көлемі 56 бүтін 100-ден 16 сантиметр куб.